құрметті қонақтар мен кішкентай менің бүлдіршіндерім. Бүгін біз сүт өнімін зерттеу жұмысын жүргіземіз. Сүт өнімі бізге өте пайдалы. Сүттен шығатын тағамның бәрі некен бізге? Өте пайдалы екен. Өйткені ол біздің денсаулығымызға, иә, дұрыс айтасыңдар, пайдалы, өте пайдасы көп екен. Ал енді бірінші біз қазір сүтті жаңа не істедік біз балалар? Сиырды. Мына көрдіңдер ме? Сүт қайдан алынады екен? Сиырдан алынады екен. Сиырдың сүтін біз сауып алдық, иә? Енді сол не қылған сүтті біз піспеген сүтті сепараторға тартып, міне біз қаймақ алады екенбіз. Міне, мынау не екен? Қаймақ. Бұл сепараторға тартылған сүттің қаймағы екен. Ал мына біз айран жасау үшін сүтті не істейміз? Сүтті пісіреміз, содан кейін жылытамыз. Сәл жылығаннан кейін біз оған мына айранның ұйытқысын құйып, қанша күнге қоямыз? Бір күнге қойып қоямыз. Ол сүттен айран болады бір күннен кейін балалар. Сол айранды алып біз мына айранды алып, мынау не мынау балалар? Бұл күбінің беті жабық, таза болу керек екен. Мынау күбі. Күбіден біз мына піскен айранды құйып, осыған айранды құйып, май алады екенбіз балалар. Оны қалай істеп көрейікші? Бүйтіп, осылай үйкене берсек, не болады екен? Май шайқайды екенбіз. Майды шайқап, майын алып, осы айраннан көрдіңдер ма? Май шығады екен. Міне балалар, енді осының піскен айранның несін, майын алып, осының несін, мынау не? Міне, мынау дорба. Бұл дорба не жасайды бұдан? Осы сүтті құйып, күбінің сүтін құйып, осыны сүзіп, міне осыған мына құю керекпіз. Құйып алып, осыдан не жасайды екенбіз? Міне қатық жасайды екенбіз балалар. Бұны 2 күн сүзіп қояды екенбіз. Іліп талдың түбіне іліп қойып, суын сорғытып, мынаны қатық жасайды екенбіз. Ал енді осы қатықтан бүгін біз негізгі жұмысымыздың несі? Осы қатықтан қалай құрт шығарамыз? Ал енді балалар, мына қатыққа не саламыз біз? Тұз. Не үшін тұз саламыз? Дәмі тәтті болсын. Құрттың дәмі тұзды, қышқыл болу керек, иә? Ал кәне тұз салайық. Бәріміз кішкене қолымызды жуып алдық па? Иә, қолымыз таза болу керекпіз. Иә, кәне тұзды себеміз. Тұзды сеуіп, кәне араластырамыз қатықты. Араластырамыз. Кәне Лили бер тұр, мына келе ғой. Нүрила, бер тұрыңдар. Кәне өздерің енді құртты жаясыңдар. Бүгінгі біздің нағыз сүт өнімінен алатын сендерге құрттың несі екен? Құрт туралы тақырып екен. Ал, кәне езіңдер қалай жаяды екенбіз? Бәрі қолымызды бұлғамаймыз. Саусағымыздың ұшымен құртты қатықты араластырып аламыз. Ал енді бәрін кішкенеден алып, домалақтап табаққа қоямыз. Домалақтаңдар, домалақтаймыз. Кәне кімнің құрты әдемі шығады екен? Дау қылмаймыз, Нүрила. Мына сүт өнімін біз құрт жасадық, май шығардық, қаймақ шығардық. Енді осымыз денсаулығымыз мықты болсын деп, мына сүттен бәріміз мына сүттен не жасалатын? Көрдіңдер ме? Мына құймақ та сүттен жасалады екен балалар. Сол құймақпен бәрін сүт ішіңдер. Денсаулықтарың мықты болады.